Соңғы жылдары елімізде жұмыссыз жастардың саны 4,1%-дан 3,9%-ға дейін азайды. Сондай-ақ жас буын арасында құқық бұзушылық 4%-ға төмендеген. Бұл туралы Дін істері және азаматтық қоғам вице-министрі Абзал Нүкенов баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның сөзінше, елімізде жастарға жақсы мүмкіндіктер жасалған. Мәселен, былтыр Қазақстанда 400-ге жуық көп функционалды нысан мен 7 денсаулық орталығы пайдалануға берілді. Сондай-ақ Дарын республикалық сыйлығы енді жыл сайын берілетін болды. Бұл жүлдені алуға ынталы жастардың саны биыл 2 есеге артқан. Айта кетейік, Дарын сыйлығына үміткерлердің құжаттары наурыздың 30-нан бастап қабылданады. Биылғы жылдан бастап біз өңірлерде пилоттық тұрғыда қазір Батыс Қазақстан облысында жастарды әлеуметтендіру, социализация дейміз, және қоғамдық пайдалы жұмысқа жұмылдыру бойынша жобаны іске асыруды жоспарлап отырмыз. Ол жоспардың аты «Жас КЗ» деп аталады. Ол туралы мынау содан кейін тағы түлектер тақтасы жобасы өңірлерде жүзеге асып отыр.